Сәлем достар, бүгін осындай бомбоньерканың жасалу жолын көрсететін боламын. Керек шаблонымызды шығарып аламыз, және де шетіндегі сызықтар бойынша қайшымен қиып аламыз. Шаблонымызды қиып алдық, енді осы сызықтар бойынша сызып шығамыз, яғни беговка жасаймыз. Беговка жасау үшін сызғыш керек, және де жазбайтын ручка болсын, ұшы осындай үшкір бір зат болсын. Менде осындай тарақ, және де сызғышымды таппай қалдым, осындай открытканы ала салдым. Шаблонымызды сызып шықтық. Енді сол сызған линия бойынша майыстырып шығамыз. Шаблонымызды майыстырып дайындап қойдық. Енді двусторонний скотчпен шаблонды жабыстыратын боламыз. Енді бомбоньеркамыздың астын жинаймыз. Осы жер ең қиыны, мұқият қарап алыңыздар. Бомбоньеркамызды жинадық. Енді дыроколмен жоғары жағын тесеміз де лента байлап қоямыз. Бомбоньеркамыз дайын болды. Осындай әдемі болып шықты. Мені қолдап лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.